Аудан әкімі мен оның орынбасарына гүл көшеттері үшін сөгіс жарияланды. Әлеуметтік желідегі парақшасында қала әкімі облыс орталығындағы маусымдық көгалдандыру туралы сөз қозғады. Қала әкімі Ермағанбет Бөлекбаев тұрғындардың Қазбекби ауданын көгалдандыруға қатысты шағымдарының болуын әділ деп санайды. Қазбекби ауданының әкімі Элдар Дүйсетаев пен орынбасары Мақсұт Қожановқа гүл отырғызуды жеделдету және тиісті күтім жасау жөнінде бірнеше рет тапсырма берілген. Алайда көгалдандыру толық көлемде жүргізілмей, тиісті күтім жасалмады. Осы себепті екі шенеунік те сөгіс алды. Мердігер Жандос мүгедектер қоғамдық бірлестігі мен оның директоры Дархан Телемисов гүлдерді уақытылы жеткізбегені үшін жазаланады. Қазіргі уақытта аудан әкімдігімен гүлдерді ауыстыру және күтімді ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдануда. Естеріңізге сала кетейік, биыл қаланы көгалдандыруға байланысты айтарлық мәселе бар. Кейбір гүлзарларда сол күйі гүл отырғызылмаған, немесе отырғызу толық көлемде жасалмаған. Көптеген өсімдіктер бүгінде солып үлгерген.